Итмұрынның құрамында Менделеев кестесінің жартысы бар деуге болады. Итмұрынның тамыры, жапырағы, жемісі адам ағзасына өте шипалы. Құрамындағы аскорбин қышқылы қарақатқа қарағанда 10 есе, лимонға қарағанда 50 есе артық мөлшерде болады. Медициналық тұрғыдан итмұрынның құндылығын оның құрамында көп мөлшерде болатын С дәрумені арттыра түседі. Сонымен қатар итмұрынның құрамында В, К ер дәрумендері, тұқымында И дәрумені, каротин, қант, сондай-ақ иілік, пектинді бояулық заттар, органикалық қышқылдар, минералды заттар макро және микроэлементтерге бай болады. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Медицинада итмұрынды поливитамин ретінде ағзада дәрумендер жетіспегенде, атеросклерозға қарсы, қан қысымы көбейгенде, қаназдыққа, иммундық жүйені көтеруге, сынған сүйекті тез бітіретін және бауыр ауруларын емдейтін дәрілік өсімдік ретінде қолданады. Итмұрыннан тосап жасайды. Жемісін кептіріп қыста тұмауға қарсы қайнатып ішеді. Гүлдерін шайға қосып бұқтырып ішеді. Әдемі гүлдерінің арқасында көгалдандыруда кеңінен қолданыста. Бұтағы тікенекті болғандықтан қоршаудың орнына өсіруге болады. Итмұрын шайы антиоксиданттар, флавоноидтар, дәрумендер, С, К минералдарға өте бай. Диарея ауруы кезінде ішуге кеңес беріледі. Халқымыздың ежелден дәрі ретінде қолданып келе жатқан өсімдіктердің бірі итмұрын. Ол республикамыздың барлық өңірінде, әсіресе таулы аймақтарда көп кездеседі. Итмұрынның 60-тан астам түрі болса, соның 13 түрі дәрі жасау кәсіпорындарында қолданылады. Бізде кең тараған 4 түрі бар. Қоңыр, қаралтқым, сопақша, қызыл тікенді, қара домалақ болып келеді. Осылардың барлығын дәріге қолдануға болады. Бұлар сапасы, дәрілік қуаты жағынан өзара ерекшеліктерге ие. Мәселен, қоңырлары мен қарасы басқа екеуіне қарағанда дәрумендер жағынан 4-5 есеге дейін артық болады. Қызылы мен тікенділерінде 300 бірліктен сәл жоғары болса, қалған екеуінде 1200-1500 бірлік дәрумендер бар. Сондықтан да дәріханалар итмұрын тұнбаларын жасап, түрлі тері сырқаттарына майлар әзірлейді. Итмұрынды күзде піскен кезде жинап, жел қағып тұратын көлеңкеде кептіреді. Таза ыдыста ұзақ мерзімге сақтауға болады, ал қысқа қалып аяз ұрса, С дәруменнен айырылып қалады. Оның құрамында қант 18%, С дәрумені 6%-ға дейін болса, бұл 40-50 есе қарағаттан, 100 есе лимоннан артық деген сөз. Адам осының 5-8 данасын ғана күнделікті аспен бойына сіңірсе, қажетті дәруменді толық алды деп есептеледі. В2, Ер, К, Е, каротин 12-18 мг, пайыз органикалық қышқылдар, алма және лимон заттары, эфир майлары, минералды тұз, темір, марганец, фосфор, кальций, молибден, кобальт, хром, мыс, тағы да басқа заттар көптеп кездеседі. Итмұрынның дәні ғана емес, жапырақтары мен гүлін жинайды. Гүлінде эфир майлары көп болса, жапырақтарында С дәрумені баршылық. Күзде тамырында жинайды. Тамырын турап, бір ас қасығын жарты литр суға 10 минут ақырын қайнатып ішсе, бойдағы зат алмасуды реттейді. Жұмыс қабілетін арттырады, қан құрамын жақсартады, түрлі жаралардың жылдам жазылуына ықпал жасайды. Сонымен қатар өтті айдайтын, зәрді жүргізетін, сұйық болып өтетін ішті тоқтататын, туберкулездің алдын алатын, тәбетті ашатын дәрі десе де болады. Адам күн сайын 2 грамм ұнтақталған итмұрынды жеп отырса, сергектік сыйлап, жыныс қабілетін көтереді. Ұнтақталған дәнді 5 минут ақырын қайнатып, термоста 30-40 минут ұстап, шектеусіз іше берген жағдайда еске сақтау қабілетін жақсартып, ағзалардың жақсаруына септігін тигізеді. Адам күн сайын 2 грамм ұнтақталған итмұрынды жеп отырса, сергектік сыйлап, жыныс қабілетін көтереді. Ұнтақталған дәнді 5 минут ақырын қайнатып, термоста 30-40 минут ұстап, шектеусіз іше берген жағдайда есте сақтау қабілетін жақсартып, ағзалардың жасаруына септігін тигізеді.
осы орайда ескеретін бір жайт, аталған тұнбаны тістің арасынан өткізіп ішуге болмайды, өйткені тістің емалын кетіретін қышқылдар бар. Адамның жұмыс қабілеті төмендеп, жылдам шаршайтын болса, қан құрамы өзгеріп, өкпеде туберкулез белгілері байқалса, бауыр, өт, қуық жұмысы ырғағы бұзылып, көңіл күйді бұзатын болса, төмендегідей әдістерді қолданған жөн. Бір ас қасық ұнтақталған итмұрын дәнін 400 грамм қайнап тұрған суға салып, су моншасында 15 минут қайнатады. Бір тәулік бұқтырады. Осыдан әр жолы жарты стаканнан күніне 2-3 рет ішеді. Балаларға осыған бал қосып береді. Итмұрын тамырынан ұнтақталған бір ас қасықты 500 грамм суға 15-20 минут ақырын қайнатып, жатырдан қан кеткен кезде астан бұрын 150 граммнан ішеді. Күніне 3 рет. Жатырда өспе миома болған жағдайда ұнтақталған дәнінен бір шай қасық, бір ас қасық аю бадам, бір шай қасық бал, талшын ағашының жемісінен бір шай қасық, жұмыртқа қабығынан жарты шай қасық қосып, бәрін араластырып, күнделікті астан соң жеміс шырынымен ішеді. Қаназдыққа 2 ас қасық ұнтақталған дәннен 500 грамм суға 10 минут ақырын қайнатып, бұқтырып, астан бұрын 150 граммнан қабылдайды. Күніне 3 рет. Зәрді ұстай алмайтын жағдайда 4 ас қасық ұнтақталған дәнді 1 литр суға 30 минут ақырын қайнатып, қайнап болған кезде 2 ас қасық күл ұнтағынан салып, тағы да аз қайнатады. Бұқтырып қойып, таңертең кешкі астан бұрын стаканмен ішеді. 15-20 күн бойы емделу барысы. Көз бұлшықтанып, басқа да жеңіл-желпі ауру болғанда, итмұрын гүлінен бір шай қасықты 300 грамм суға 15 минут ақырын қайнатып, тұндырып қойып, салқындай көзді жуады. Бетті осы сумен жуса, терінің өңін келтіреді. Итмұрын құрамындағы ер және С дәрумендері қыл тамырлардың сыну және жарылу мүмкіндіктерін азайтады, керілу және созылу мүмкіндіктерін арттыра түседі. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы.